Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Ұлысың болсын. Әмин. Наурызымыз құтты болсын. Жаңа жылымызда жаңа табыстарға, берекелі істерге жете берейік. Әмин. Жақсылыққа жолығайық. Әмин. Амалдан амалға аман жетейік. Амансыңдар ма? Қошақандар. Құтты болсын. Ұлысың болсын. Әмин. Ал енді құтты қонақсыз төрге шығыңыз. Дастарханға келіңіз, отырыңыз. Рахмет. Неуде? Ай, ұлыс күн ай қазақтың, ол жылы ағай мол болар. Ұлы кісіден баталып, сонда ол жалай жол болар. Ұлыстың ұлай күнінде байшығадай балбырап, қасында жасай жеткіншек, толым шағай салбырап, келіншек шығарай кереліп, сәукеле сай саудырап, қыз шығадай қылмайып, екі көз ай жаудырап. Қырда кел, ойда келмен араласып, күлімдесіп, көрісіп, құшақтасып, шаруа қуған жастардың мойны босап, сыбырласып, сырласып, мауқын басып деп, Абай атамыз осы көне дәстүр көрісу күнінің көрінісін көз алдымызға келтіретті. Ал ақаң Ахмет Байтұрсынұлы келгенінше құттықтап бірін-бірі қуанышта көрісіп кәрі жасы, көңілі түгел адамның сен келген соң Самарқанның елжіреп түскен тасы деп ежелгі дәстүрді еріксіз елестетеді. Осыдан ақ бұл дәстүрдің, бұл күннің біз үшін орны бөлек екені аңғарылады. Одан қалды енді көрісу күні біздің батыс облыстарда барынша кең ауқымда жыл сайын тойланып жатады. Олар жаңағы мүшелік жыл басы, амал мерекесі, қауышу күні деп бірнеше атаумен әдемілеп, әспеттеп, жаңағы Оқпантаудан от алып, осы күнді бір ерекше сипатпен, айрықша бір жаңағы ұлттық құндылық ретінде әдемі тойлайды да. Енді ол жақ әдемі тойлайды. Мына Маңғыстаудағы Адай ата кесенесі осыдан бірнеше жыл бұрын салынды ғой. Сонау 15 ғасырда қазақ халқының қалыптасуына зор үлес қосқан сол жаңағы Адай атамыз екен. Бұл Адай атамыз жаңағы кейін сол Маңғыстаудағы елдің үлкен ұранына айналып, жаңағы Отпантауда таңның ертесімен халық Отпантаудың маңайына жиналып, сол жерден от алып, сол бүкіл төңірекке от шашырап барсын, бүкіл қазақ даласына тарасын деген ниетте осындай ырым жасайды екен. Енді сол амал мерекесі міне Құдайға шүкір қазір бізге де келіп жетіп жатыр. Бізде міне осы наурыздың 14-нен бастап жыл сайынға жаңағы тұжырымдама бойынша әрбір күнімізді белгілеп тойлап келе жатырмыз. Бұл тек бұрын 22-ші, 21-ші наурыздан 22-ші наурызға ауған түні деп кәне білдік қой. Сол енді көне көз қариялардың, аталарымыздың, әжелеріміздің айтуымен қазір міне амал мерекесі бізге де жетіп жатыр. Сондықтан сол амал мерекесі деген жыл бойы бірін-бірін көрмеген, сағынысып қалған, қыстан жаңағы жүдемей жадамай шыққан халық бір-біріне келіп, кішілері үлкендеріне сәлем береді екен. Міне сол мереке енді бүгін қайтадан жаңғырып жатыр. Сондықтан естеріңде болсын балалар. Ертең
сендер де мынау кейінгі жаңағы жас буынға айтып отырасыңдар ғой. Міне осындай аталарымыздың мерекесі Наурыз, міне сол Наурыздың 14 күнінен басталады деп, соны балаларға, кейінгі ұрпаққа әңгімелеп айтып отыратын боласыңдар. Түсінікті ғой? Өте дұрыс. Өйткені бұл көрісу күнінің мағынасы терең ғой. Солай. Иә, жаңағы әуелге үлкен кісілердің батасын алу, одан қал жаңағы мына қазіргі араласпай кеткен қазақтар үшін ағайынды біріктіреді, ағайынды араластырады. Тіпті болмаса жаңағы амандығын сұрап барып, Ағдастархан басында арқа-жарқа болып, жаңағы ағайынның біте туғанның бірлігіне, тұтастығына өте жаңағы соның қайнар көзі болатын осы қазақи салт дәстүрді. Дұрыс айтасыз. Мынау бұрынғының үлкендері кішілер келіп көрісіп сәлем бермесе кәдімгі ренжіп қалады екен, өкпелеп қалады. Енді кейде бір себептер болады, жаңағы келе алмай қалатын, барып амандасатын жағдай болмай қалған кездерде соны келіп арнайы жаңағы ерулігіне әкеп малын сойып, ана кісілер жайлауға шығып бара жатқан кезде, сондай бір әдемі көшіп қонып жүрген кездерде ұшырастырып қалатын болса, жаңағы үлкен кісілерден кешірім сұрап, жағдайын болған басынан кешкендерін айтып, соған арнайы мал шалып, сол кісілерді құрметтеп шақыратын болған екен. Міне бұл да үлкен қазақтың бір-біріне үлкеннің кішіге деген ізеті, кішінің үлкенге деген құрметінің бір айрықша белгісі ғой. Сондықтан енді осы мерекеміз Алла тағала жылдан жылға осы мерекеде қауыша беруді нәсіп етсін. Амин. Иә. Мұқағали Мақатаев отан, мен оның түнін сүйем, күнін сүйем, ағынды өзен асқақтап гүлін сүйем, мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті ынын сүйем. Ой, жарай. Ой, бәрекелді. Енді мынау ас келген екен, иллахияумен батаңызды беріп, дәмнен ауыз тиіп отырайық. Асқа далдық, басқа мандық, дастархан берекелі, басымыз мерекелі, айдан аман, күннен есен, жылдан жылға жақсылыққа кенеліп, еліміз бейбіт, жұртымыз тыныш болсын. Әумин.